Хош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін тәттітізім каналы. Бүгін мен сіздерге керемет пайдалы тәтті сусындардың бірі Мохито сусынның рецебімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар алдын ала дайындап алатын боламыз. Бізге қажетті заттар: 1 дана лимон, 1 дана лайм, 1 спрайт, 1 литрлік спрайт суы және де керегінше жалбыз. Енді лимонымызды алып, жартысынан бөліп, жартысын қиғаштап турап аламыз. Лаймымызды да дәл солай жартысынан бөліп аламыз, жартысын қиғаштап турап аламыз. Және қалған жартысын алып, қабығын аршып аламыз. Қабығын аршып болған соң, екеуін де квадрат кубик етіп турап алатын боламыз. Ал енді блендерімізді алып, оған лимонымызды, лаймымызды және жалбызымызды салып, жақсылап езіп, суын шығарып аламыз. Достар, Мохито сусыны өте керемет, пайдалы, денсаулыққа пайдасы зор сусынның бірі. Және де осы жаздың ыстық аптабында шөліңізді басатын тәтті минералды сулардың бірі. Достар, енді дайын болған сұйықтығымызды графинге сүзгіден сүзіп құятын боламыз. Мінекей достар, осымен сусынымыз да дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар, менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Міндетті түрде осы видеоға лайк басып, комментарий бөлігінде өз пікіріңізді қалдырыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписация батырмасын басып, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сонымен қатар, достарыңызға да жіберуді ұмытпаңыздар. Мінекей достар, сусынымыз да дайын болды.